Ұстаным шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным. Жаңа айтып кеткендей, әрбір адамның, әрбір жағдайдың екі жағы болады, және қолымыздан келгенше біз жақсы жағын қарауға ұмтылу керекпіз деп ойлаймын. Мен де осы шығармаға байланысты өзіме алған ұстанымым осындай. Бағалау шығарманың құндылығына осылай баға беремін. Шығарманың құндылығы өте жоғары деңгейде деп ойлаймын. Дәл осы шығармадағы Ескендірдің бойындағы құндылықтары өзіне қатты ұнады, яғни ол сенімділігі, ержүректілігі, өзіне деген жаңағыдай мақсатына жете алатындығы өте қатты ұнады. Қорытындыға мен адамдармен жалпы санасу туралы айтқым келеді. Әрбір адамның бір өзіне деген үлгі тұтатындай ұстазы Ескендірдің, Аристотель ұстазы секілді ақылын тыңдауға, санасуға келгенде сол нәрсені өте дұрыс деп қабылдаймын өзім. Ескендір егер Аристотельдің ақылын тыңдамағанда, ол оған бойұсынбағанда мүмкін бір жаман нәрсеге тап болатын еді деп ойлаймын енді. Сондықтан да Ескендір секілді бар мақсатымызға жетіп, бірақ тоқтайтын жерде тоқтау керек деп ойлаймын. Жақсы, келесі. Ұстаным. Шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным ол төзімділік және қайсарлық. Адам осы қасиеттері арқылы өз мақсатына жете біледі. Бағалау. Шығарманың құндылығына осылай баға беремін. Бұл Ескендір шығармасы, поэмасы мен оқыған шығармалардың ішіндегі ең үздігі деп айтса да болады, және де оның тәрбиелік мәні өте зор. Себебі бұл жерде зұлым кейіпкер арқылы бізге өте жақсы тәрбие беріп отыр. Қорытынды. Мен мынандай қорытындыға келдім. Жақсылық пен жамандық қатар жүріп, алайда әрдайым жақсылық жеңіп шығады. Жақсы. Келесі. Жас оқи ғой. Шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным. Өз мақсатыңа жету үшін қолыңнан келгеннің барлығын жаса. Өмірде өзіңнің не қалағанды шынайы түсін. Бағалау. Шығарманың құндылығына осылай баға беремін. Бұл шығарма Абай атамыздан қалған өте құнды мұралардың бірі. Біз бұл шығарманы оқу арқылы өзімізге бір ой түйе аламыз. Қорытынды. Мен мынандай қорытындыға келдім. Қазақта айтады ғой, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп. Ал менің айтқым келетіні жақсыдан үйрен және жаманнан да үйрен. Себебі әрбір адамның жаман адам болса да, сен оны жан-жақтан қарасаң, өзіңе қажет бір қасиетті таба аласың деген ойда. Жақсы балалар, жақсы. Олай болатын болса, балалар бүгінгі осы 90 бойы өтіп келген осы балаларымызды қорытындылай келіп, ой елегінен өтісе отырып, Ескендір поэмасын, Ескендір бойындағы қасиеттерді даралай келіп, саралай келіп, мен сіздерге мынандай бір тапсырма беріп отыр. Бұл әрине 10-шы сынып үшін қиын емес тапсырма деп ойлаймын. Үйге тапсырма Ескендір поэмасының әлеуметтік мәні деген тақырыпта ғылыми жоба тезисін құру. Әрине келесі біз осымен 90 аяқталып кетеді. Келесі 90-да мен осы тезисті сендерден сұраймын. Түсінікті ме балалар? Тезисті қалай құруды білесің солай? Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі осы Ескендір поэмасына қатысып, Ескендірдің бойындағы барлық қасиеттерін ашуда және өздерінің оппозиция үкімет тарапынан таласқандарын осылардың бәріне атсалысып, ойларын ортаға салғандарына көп рахмет. Мұнда қатысып отырған кім Айзат өте тамаша, Шынайым өте тамаша қатысып отырсыңдар. Парасат, Дастан, Ақбөпенің ойы да жақсы болды. Қарлығаш өзінің болжауларын кішкене болжай беру керек еді. Себебі болжау деген онша қиын емес тапсырма еді. Бірақ соны кішкене тоқталып қалдым. Ішінен бұл да келе жөнделер. Осы сабақта тек қана Ескендірдей алғыр болайық, Ескендірдей төзімді мақсатымызға жететін мықты Қазақстанның азаматы болайық. Іске сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.